Мазхаб ұстау, құрметті ағайын, бұл өте керекті дүние, құрметті ағайын. Ислам әлемі осы күнге шейін мазхаб ұстады. Османидтер болсын, қараңыз, османидтер қанша жыл әлемді билігін жүргізді? 600 жыл. Қараңыздар. Одан алдын аббасидтер болды. Барлығы ханафи мазхабымен не қылды? Үкім жүргізіп отырды. Енді бүкіл әлемді қараң, бүкіл ислам әлемін қарайтын болсаңыздар, құрметті ағайын, міне, қарапайым мәселе. Бізде кейбір адам мазхаб дұрыс емес, анау деп айтады ғой, дұрыс па? Ал бірақ ислам әлеміне қараңызшы. Қарапайым мәселе. Саудия мемлекетін қараң. Қандай сенімде, жаңа мазхабта? Хамбали мазхабында ұстанады. Бүкіл медресе, бүкіл мектеп хамбали мазхабын оқытады. Анау сөйлеп айтқан ұстаздардың бәрі хамбали мазхабымен сабақ береді. Өкінішке орай осы жерде бір жігітпен әңгімелесіп қалсам, айтады да маған, сөйлесіп қалдым, неге сен ханафи елді мекенінде өмір сүресің, неге ханафи мазхабын оқымадың десем, дәке мен басқа сабақ оқыған жоқпын ғой, білесің ғой, хамбали оқыдым ғой дейді да. Сен ханафи ұстаздар болмады емес, болды ғой, бармайсың ба алдыма? Қаламаттан көрді ме? Қарапайым емес, Оманды қараңыз. Оман қандай мазхабты ұстанады? Шафиғи мазхабын ұстанады мысалы үшін. Мына жердегі имаратты қараңыздар, қандай мазхаб? Шафиғи мазхабын ұстанады. Мысырдың жартысын қараңыздар, ханафи, шафиғи мазхабын ұстанады. Анау неке қиған уақытта шафиғи мазхабы, ханафи мазхабының жолымен деп неке куәліктеріне тұрады. Мысалы Африка елдерін қараңыздар, Малики мазхабын ұстанады. Бүкіл ислам әлемін қараң, мазхабтан тұрады. Өйткені неге деген бұл мазхаб не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіне Құранға алып баратын жол ғой, көрдіңіз ба?